Қайырлы күн, құрметті достар. Біздер осы өткен жолғы болған сапарымызда сіздерге солтүстік ақтау сілемдерінде Қамбы және Сайы мен Иемді тауын көрсеткен болатын еді. Сол айта кеткеніміздей біз бұл жерге қайтып келеміз демекші. Міне осы жолғы сапарымызда сол Иемді тауын етене зерттеу үшін арнайы мамандармен шыққан болатынбыз. Енді біздің осы жолғы сапарымызда серіктестеріміз бар. Ол барлығымызға белгілі, осы өңіріміздегі белгілі өлкетанушы, тарихшы, эпиграфист ғалым, яғни Маңғыстау облысының тарихи мәдени қорығының басшысы Нұрлан ағамыз, Нұрлан Құлбаев ағамыз бар. Өзіміздің жаңағы штурманымыз Еркін деген жүргізушіміз бар. Және мен, және біздің жаңа өзіңізге белгілі видеооператорымыз. Сондықтан да сапар қызықты болады деген ойдамыз. Қасымызда мамандары бар, қасымызда археологтар бар. Сондықтан да осы жолғы біздің зерттеуімізде күшті қызық материалдарға тап болатынымызға нық сенеміз. Бізбен бірге болыңыздар, енді жолды көреміз. Бұрындағыдай айтқандай, Иемді тауының басына міндік. Иемді тауын бұрынғы сандарымызды айтып өткенімізде негізгі бірнеше сайлар кесіп өтетіні мәлім. Соның бірі өзіңізге өткен санымызда көрсеткен Қапы сайы осы. Енді міне солардың ең ірілерінің бірі Қарақауақ деген сай көріп отырғанымыз. Иемді тауы жобамен 195 метр биіктікте орналасқан. Соны жарып өтетін сайдың өзі екіге қолтық болып өтеді, яғни екі қолы бар десе болады. Соның міне сол жақ бетіндегі тұрған сайда тұрмыз. Көріп отырғаныңызда Әктастың бойы жауын су, мезгілді жалатын жаңбырлардың әсерінен жаңағы тау-тастарды мүжіп төменге қарай үлкен сайларды жасайды. Яғни бұрынғы санымызда көрсеткен күпілердің өте үлкен түрлері бар. Мүмкін кезінде ылғалды замандарда бұл күпілер толып тұрғаны анық. Қазіргі кезде әрине бұның бәрі құрғап қалған. Бірақ сонымен қатар сол сулы жаңбырлы кезеңдердің іздерін міне геологиялық формация дейді ғой, ғылыми тілде айтқан кезде, осы құрылымдардан арқайын көріп, кезінде Маңғыстаудың жүздеген жылдар бойы қандай болғандығын көз алдыңызға елестетуге болады. Ары қарай бұл тек бастама, ары қарай біз сайдың бойымен жүретін боламыз. Осы жердегі ірі-ірі ұшпаларды, ірі-ірі жартастарды көрсетіп, сіздерге осының қызықты жерлерін жария қылатын боламыз. Сондықтан да бұл тек бастамасы ғана. Тек осы бастаманың өзінде адамға бір Маңғыстауда жоқ сияқты болып елестейтін бір сезім қалдырады. Міне көрсеңіз болады, қандай әдемі жер екенін. Бұндай жерлер әрде жалғаса беретін болады. Сондықтан да сіздермен бірге болып Ақтау тауын етене зерттейтін боламыз. Манағыдай сөз бергенімізде Иемді тауының ең негізгі үлкен сайларының бірі, екінші бұл Шүлдір деп аталады. Артыңызда көріп отырсыздар, аппақ горлы тау Шүлдір сайы болып аталады. Осы Шүлдір айналып келіп теңізге құяды. Мына сол жақ бетімізде Қарақауақ дейтін жер.
осы Шүлдір тауы мен Шүлдір сайы мен Қарақабақ сайының орналасқан жерінде байлама деп аталады. Жергілікті қазақтардың атауы бойынша бұл жай ғана байлама дейтін жер емес, бұл жерде қорған тұр. Алдымен қорғанды көрсетпес бұрын бір сізге осы жердің табиғатын, әсем көркемділігін көрсеткіміз келіп отыр. Міне үлкен ірі сай, жаңбыр әсерлерінен пайда болған үлкен жыра. Сонымен қатар бұл жерде ірі тектоникалық қозғалыстардың болғаны да байқалады. Ар жағыңызда көріп отырғаныңыз Қошақ бұғазы. Өткен жылы барып келген Сәмдепа деймізді осы жағалаудың бойында өткен. Енді міне біз соны үстіне көрсетіп отырмыз. Ақтау тауы солтүстік, оның ішіндегі Емді тау, кіші тауы, оның ішінде Емдінің Шүлдір сайы деген осы тамашалаңыз. Байлама қамалы деген осы. Байлама дейтін атаудың өзі де қызық. Себебі бұл екі сайды мана жоғарыда айтып кеткендей байлап тұрғандай көрініс береді. Яғни бұл қорған, яғни қамал. Бұның стратегиялық маңызы зор екендігі ашықтан көрініп тұр. Яғни ұзындығының өзі 100 метрден жоғары, 100 бен 300 метрдің аралықтарын алып жатыр. Қамалдардың салынуы әдісі осы Маңғыстаудың жергілікті қамалдарына сәйкес келеді. Бірақ енді уақыт өзінікін алған, көптеген биіктігі түсіп қалғаны байқалып тұр. Сонымен қатар ана бір шеттерде мал қоралар болғаны байқалып тұр. Яғни кейінгі адамдардың осы құрылысқа кеткен тастарды мал қора үшін пайдаланғандығы ашықтан ашық көрініп тұр. Ал енді осы байламаның қандай маңызы бар деген кезде, өткен жолы барған Қарақабақ қаласы солтүстік бағытта орналасса, байлама қамалы соның оңтүстік бөлігінде, яғни оңтүстік жақ беттен қорғаныс мақсатында салынғандығы. Не үшін олай деген кезде, оңтүстік бөлікте осы Емді тауына мінетін бар болғаны екі жердегі жол, яғни оның бірі жаңа біз көтеріп берген Қапсайы арқылы өтетін Қарамоланың үстінен өтетін жол болса, солтүстік бағыттан, екіншісі өзіміздің мына белгілі Қаламқас Ақтау тас жолына өтетін Ағеспенің бойында Ақжол деп аталатын тауға мінетін бір ғана жол бар. Міне осы қорған, осы Ақжол жақ беттен келетін қандай да бір қауіп болсын, қандай да бір нысан болсын, содан қорғану үшін пайдаланғандығы, сол үшін салынғандығы көрініп тұр. Яғни ұзақ, ол бір шеті осы Шүлдір сайынан басталса, екінші шет сонау Қарақабақ сайына дейін созылады. Сол мақсатта шығар бұны байлама деп атап кеткендігі. Сонымен қатар өзіміздің жергілікті өлкетанушы, тарихшы ағамыз Алқажан Еділхан зерттеулеріне қарағанда, жалпы мына Маңғыстау қамалдарының атауының өзі байлама деп аталу керек деген өзінің ойын ғылыми журналдарда бөліскен болатын еді. Яғни байлама деп, яғни осындай ұшпа жерлерде байланып салынған қорғаныс, не аңшылық мақсатта салынған қорғандарды айтады, қамалдарды айтады. Сондықтан да біз қандай да бір атау болмасын, оны қолдаймыз. Байлама болсын, қамал болсын, оның түрлі аттары болатыны сөзсіз. Дегенмен де бұл тап осы нақ шартты түрде картада байлама деп аталған нағыз байлама қамалы осы. Соны сіздерге таныстырғымыз келіп отыр. Бұның маңызы зор. Енді бұның қай уақытта салынғандығы, кімдер салғандығы туралы әлі күнге дейін нүкте қойылған жоқ. Себебі бұл жаңа ғана нысан, жаңа ғана табылған нысан. 2006 жылдан бері осы жерде өзіміздің жергілікті археологтар, жергілікті өлкетанушылар жұмыс жасау үстінде. Әлі күнге дейін бұл жерде қазба жұмыстары басталған жоқ. Бірақ зерттеушілердің айтуына қарағанда бұл жоспарда тұр. Сондықтан да тап осы жердің, тап осы қамалдың бізге берер мағлұматы зор. Алдыңғы осы беріп жатқан ақпараттарға сүйенсек, бұл қорғанның өзі сонау түркі заманынан бері, орта ғасырдан бері, ерте орта ғасырдан бері, яғни 8-9 ғасырдан бастау алатындығы туралы әңгіме қозғалады. Ал енді осы сөздердің, осы теориялардың рас шындығын алдағы уақытта жүргізілетін қазба жұмыстары растайтындығы сөзсіз. Бірақ біздің келіп отырғанымыз осындай маңызды пунктіні көрсету. Біріншіден, екіншіден нақ осы жерде таңбалы тастар, таңбалы сайлар бар екенін білеміз. Соны сіздерге көрсететін боламыз. Біздің мақсат осы болып отыр. Сондықтан да қазір сіздерге осы байлама қамалымен ар жақта тұрған
Қарақабақ сайын көрсететін боламыз. Сонымен ары қарай негізгі таңбалы тас салынған сайды іздейтін боламыз. Міндетті түрде біз осы тапсақ сіздерге көрсететін боламыз осының барлығын. Осындай қорғандар орналасқан, яғни шеңбер типтес құрылыстар. Бұның енді жаңа айта өттім ғой, қандай мақсаттағы пайдаланғандығы әлі белгісіз. Мүмкін мал қора болды ма, мүмкін адам түнейтін орын болды ма, оны дәл басып айту қиындау. Бірақ дегенмен де осы құрылысқа кеткен тастардың, осындай қамалға кеткен тастардың осындай құрылысқа пайдаланғандығы сөзсіз. Және бұл жерде бірнешеуі бар, яғни мынау шүлдірбеттегісі, ендігісі алдағы уақытта Қарақабақ жақта да тағы біреуі бар. Осындай қызық құрылыс. Бұның бәрі біздің ата-бабаларымыздан қалған бізге қалған мұралар. Байлама қамалының батыс бетіне келдік. Яғни ана сол жағымызда орналасқан, яғни шығыс бетте орналасқан Шүлдір сайынан батысқа қарай келіп, Қарақабақ сайына келдік. Жобамен қамалдың ұзындығы 500 метр екеніне көзіміз жетті. Қамалдың бойын жағалай 6 шеңбер тектес құрылыстар орналасқан. Оның ішінде екеуі анық бастион екені көрініп тұр, яғни бір тұтас осы қамалдың бойымен өтеді. Сол міне шығыс бетінен, батыс бетіне келіп, осы жерден жырадан тоқтайды. Ары қарай Қарақабақ дейтін сай басталады. Осы Қарақабақ сайы айналып келіп, осы біздің артымызда тұрған орта ғасырлық Қарақабақ қалашығына алып баратын жол. Міне керемет жер, яғни екі сайдың шектескен бір-біріне етене жақын болған жерінде осындай қорғаныс мақсатында үлкен қамал қойғандығы анық көрініп тұр. Қызық, кейбір жерлерінде тастар азайып қалған, кейбір жерлерінде міне жергілікті тастардан осы жерде әктас, сонымен қоса шақпақ тастар дейді, немесе кремний дейді ғылыми түрде. Сол кремнийлерден қаптап түгел бойы осы жерде қай жағынан да қорғаныс мақсатында ыңғайлы қылып орналастырған екен. Ары қарай біздердің ендігі мақсатымыз төбеден Қарақабақ қалашығына бару, соны көрсету. осындай қауіпті жолдардан жүреміз арасында. Теңіз деңгейінен 195 метр. Солтүстік бетінде, ал оңтүстік бетінде 230 метрге дейін көтеріледі. Қарақабақ сайы өте биік, қауіпті.
қоймауда. Міне тағы да бұл оба. Әлі Қарақабақ сайының ішіндеміз. Осымен екінші сапарымыз. Бірақ біз әлі таңбалы үңгірімізді таба алмай жүрміз. Бала кезімізде, яғни осыдан 9 жыл бұрын біз осы жерге келген болатын едік, бірақ жолды ұмытып қалғанның әсерінен ба әзірше таба алмай жатырмыз. Бірақ жерлер ұқсас, осындай бұл жер еді. Ең бастысы біздің ориентир дейді ғой. Ориентиріміз міне осындай төбеден аққан тесік еді. Судың ағатын. Бірақ өкінішке орай әлі таба алмай жүрміз. Тағы да 1-2 сайды көреміз. Тапқан бойдан сіздерге көрсететін боламыз. Тағы бір кезекті үңгірімізге келдік. Осындай керемет жерлер. Бірақ әзірше ештеңе таба алмай жатырмыз. Қарақабақ қалашығы деп аталатын шартты түрдегі ескерткіштің үстінде қошақ шығанағы. Міне төбенің үсті. Енді ежелгі қаланың орнына қарай жол жүреміз. Мінетін ғана жол, жан жағының бәрі ұшпа. Соның үстінде шартты түрде Қарақабақ деп аталатын қалашық бар деген хабарды 2006 жылы естіген болатын едік. Осыны көру үшін келіп отырмыз. Көріп отырғанымыздай шурф дейді археологиялық тілде. Көрсетіп осы жерде қандай не бар екенін қазып көру жұмыстар жүргені байқалып тұр. Дәл қазір қарағанда жазық далада қандай қаланың орны бар деген үйренбеген көзге бірден айту қиын әрине. Бірақ қазба жұмыстары оны әлде де дәлелдейтіндігі сөзсіз. Оның үстіне жүрген жерімізде осындай керамикалар таптық. Керамика деген ол қыш ыдыстар, яғни бұл жерде адамдар өмір сүргендігін көрсетеді. Соған қарағанда біздің осы өлкеміздің археологтары, тарихшылары дұрыс жолда келе жатыр деген ойдамыз. Егер осының барлығы іс жүзінде дәлелденетін болса, онда біздер солнау ежелгі орта ғасырлық тарихтардағы Маңғышлақ деп аталатын қаланың орнын тапқандығы десе де болады. Сондықтан да үлкен сенсациялық хабар беретін біздің үлкен де бір үмітіміз. Ендігі шаруа тек уақыт еншісінде, соны күтеміз. Сонда ғана біздер осы жерде шын мәнінде де үлкен қала болғандығын білетін боламыз.
кезінде жұмыс күніміз бітті. Осы жолғы сапарымызда сәтті болды десе болады. Әрине, негізгі мақсатты көздеп келген таңбалы сайымыз бен таңбалы тастарымызды таба алмадық. Бірақ байлама қамалы, сонымен қатар қарақауақ қалашығын және мегалиттерді көрдік. Біраз ескерткіштерді аралап шықтық. Себебі қасымызда кәсіби тарихшылар, кәсіби өлкетанушылар болды. Соларға рахметтерімізді айтқымыз келеді. Әсіресе бізді аман сау алып келіп жатқан Еркін және Нұрлан ағамызға алғысымыз шексіз. Алдағы уақытта да жолды көріп отырсыздар ма? Экстремальный жол. Алдағы уақытта да осындай сіздерге бейне баяндарымызды жариялайтын боламыз. Ақтау тауымен біз қоштаспаймыз. Біз әлде де бұл жерге келетін боламыз. Себебі таңбалы тасты таппайынша, сіздерге көрсетпейінше біздер тыным таппаймыз. Бұның бәрі сіздер үшін, халық үшін, ел үшін жасалып жатқан дүние. Сондықтан да сіздермен бірге болыңыз. Еліңді тану, жеріңді танудан басталады демекші. Аман сау болыңдар. Келесі кездескенше.